Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату. Барша құс жер қауым YouTube көрермендер, қалдарыңызға, беттеріңізға. Мына жерде біз жаңа топырақ тасыған болатын. Қазір біз тауықтарға бара жатырық. Бүгін қазір кешкі шолу. Бізде қазір қыстың айы келе жатқандықтан, қыс айы келе жатқандықтан күн ерте отырады. Қазір бір шамамен 20 минуттан кейін бізде уже дала қап-қараңғы болып кетеді. Мына жерде китайскийларым, адлерларым бүгін қазір осы жердің светін жағып несетін боламыз. Светін жағатын боламыз. Тауықтарды кіргізін. Жаңа жемдерін берген. Мына жақта үстіп жемдерін беріп қойдым. Шөптеріне берген болатын жаңа. Кеше күн дейтін бізде түнгі жақын жаман тұман болды. Қазір көріп тұрсыздар, мына жақтардан тұман басталып келе жатыр. Мына жақ ашық біздікі. Сосын мына жақ төмен жақтан көбінесе мына жақтан тұман басталып келе жатыр. Түнде жол кеше қатты тұман болды. Так, мына жерде үлкен тауықтарым қалары жаман емес. Бұларға да жаңа жем берген болатын. Қазір суларын құйып қоятын боламын. Өздеріңіздің қалдарыңыз қалай болып жатыр? Шаруашылықтарыңыз бәрі аман ба, сау ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Қазір артып кіргіземіз. Осылайынан күш. Осылайынан кіргізіп аламыз. Так, бүгін бізде бағана сағат, осыдан бір жарты сағат бұрын мына бір ақ тауығым құрқылдап жатқан. Сол мана кеп мына жерге ұяларына, гнездаларына кіріп қарасам, мына жаққа бір жұмыртқа туып қойыпты. Өте жақсы жалпы. Осылай мына бір ақ тауығын бір жұмыртқа туып қойыпты. Бұл өзі туып жүрген тауық. Менде осының алдында ана жылы тауық асырағанда осы тауықты балапан кезінде алған болатын. Осы тауығым мен бірінші туып бастаған тауығым 9 айынан туып бастады. Сосын кейін бұлардың жұмыртқаларын инкубаторға жинадым. Қазір бұның баласы мынау ғой, короче. Мынау мамасы, баласы ғой, осының тұқымынан шыққан ғой. Мынау тауық өзі әтеш сақты. Былай түріне қарасаң тауық деп айтпайсың. Былай алыстан қарасаң әтешке ұқсап қалады. Бірақ орай жоқ. Менде басында әтеште ойлап жүретін, потом 9 айында жұмыртқалағаннан кейін тауық екенін білдім. Соның баласы. Бұл да денесі ірі, аяғы жүн. Оның алдында мен бір ама ұстаған болатын. Осының алдына видеоларды көретін болсаңыздар, бақылайтын болсаңыздар, мен каналымда менде ақ брама әтеш алып келген болатын. Сол ақ брама тауықты қосқан болатын. Мына жерде енді әзірге қатты өзгерістер жоқ. Бәрі бір қалыпта. Осылай тауықтарын кіргізіп қоям. Мана таңертеңгісін тауық қораға кіргем. Тауық қора жып-жылы болып тұрды. Осылай свет орнатып қойғам. Кім менің тауық қораға обзор деген видеом көріп кетсеңіздер болады. Тауық қораға обзор түсіргем. Бұл тауық қорада тауықтарым 2 жыл болды. 2 жылдан асты. Осы жақта қорада қыстап шықты. Уже бұйыртса екінші қыс болады. Мына бір тауық, қоңыр тауық гнездаға, ұяға кіріп шығып жүр. Анығын білмеймін, жұмыртқа туайын деп жүр ме. Мына бір тауық айтыр, кәдімгідей сигнал. Жұмыртқа туатын кезде бақырып, айғайлап бірақ туады. Аналар көріп жүр, ұяға кіріп, жас тауықтар көріп жүр ұяны. Қалай не дегенде. Енді осылар туса жақсы болар еді. Ұяның ішінде бұлар өздерінің мынау көріп тұрсыздар ма, қара тауық өйстіп қонақтап алады. Осылай қонақтағанда боқ түшіп тастайды.
гнездоның ішіне сол боқты короче шұқып өздері соны қайта ішіне кіре берді. Жалпы бізде әзірге өзгерістер жоқ, бәрі бір қалыпта болып отыр. Қазір арнада видео шығатын болады. Сіздерге керек видео деп ойлаймын. Осы тауыққа байланысты видео шығады. Өте мәліметі көп. Енді сау саламатта жүргенше аман болыңыздар, сау болыңыздар, бай болыңыздар.